Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Бүгін ағаш үйдің формасын шығаратын боламыз. Мен Акфикстің универсальный силиконий герметик қара түрін қолдандым. Ол өте жақсы, мықты. Акфикстің клеймен тақтайға ағаш үйімізді клейлеп аламыз. Жалпы ағаш үйді тақтайдың үстін сүртіп алу керек. Шаңнан, артық заттардан. Ағаш үйдің қай жерлері тесік болса, сол жерін өздеріміз бітеп аламыз. Тегіс болып шығу үшін, бүтін болып шығу үшін. Мен бұл ағаш үйге алдында сабынмен жасағанмын. Одан кейінгі видеода маймен жасағанмын. Енді бұда смазкамен жасайтын боламын. Смазканы жақсылап алыстау қылып шашу керек. Жақсылап шашып алсақ, силиконымызға жабыспайды. Тақтайдың үстіне де, ағаш үйдің барлық жеріне шашып шығамыз. Силиконы жабысып қалмау үшін. Суға ферриді қосып, мен қазір қолымда батырып отырып, осымен жасайтын боламын. Смазка жаққандықтан біздің силиконымыз формамызға жабысып қалмайды, жақсы болып жағылатын болады. Ең бірінші слойын мұқият бетіп басып отырып жағу керек, себебі ішінде ауа қалмау керек. Сол үшін жақсылап тұрып басып отырып жағамыз. Бұл формада мен армированный жасайтын боламын. Барлық жерін бірінші слойын жағып, үстінен марлымен армированный жасайтын боламын. Көріп отырғандарыңыздай, үстінен басып отырып, ауасын шығарып жағамыз. Ең бірінші слой, ішіндегі узорды шығаратын слой болады. Ең бірінші слой, соны мұқият басып жағу керек. Бірінші слойды полный өстіп жағып шығатын боламыз. Қолымызды құрғақ трапкаға сүртіп отырып, қатты енді былшытпай, сулап отырып жағу керек. Себебі суламаса қолымыз жабысып қалатын болады. Герметик қолымызға жабысып, жұмыс жасауға ыңғайсыз болады. Бірінші слойын барлығын жақсылап жағып, ауасын шығарып, жағып аламыз. Осыдан кейін мен армированный жасайтын боламын. Жалпы қандайда бір форма жасайтын болсаңыздар, обязательно табан жасаңыздар. Табансыз форма мен алдыңғы видеода көрсеткенмін. Пена чехол жасағанда сыртына пенамен ішіне түсіп кетіп тіпті ыңғайсыз болады. Гипс құйғанда да жасаған копилкамыз қисық болып шығатын болады. Ал табанмен өте ыңғайлы, пенаның бетінде ұстап тұрады. Құйғанда да, формадан шығарғанда да копилкамызде тегіс болып шығатын болады. Бірінші слойды дәл осылай жан-жағын ауасын шығарып басып, мен қазір армированный жасайтын болам. Марлыны уақыттап кесіп аламыз. Табанынан бастап марлыны силиконның бетіне жабатын боламыз. Жаймендеп басып отырсақ, жақсы жабылатын болады. Силиконымыз біздің әлі кепкен жоқ қой, бірінші слойдан кейін дәл осылай жасап алыңыздар. Марлыны жапқан кезде ауа қалып кетпеу керек. Осылай басып отырып, марлыны бетіне жабатын болсақ, ауа ештеңе қалмайды. Жақсы болып, бір тегіс болып жағылатын болады. Алдында түйе копилканың формасын шығарған кезде Айдынаға комментарий қалдырған.
бірінші слой герметиктен кейін марлымен армирование жасасаң форма мықты болады деп. Жалпы мен герметикке армирование жасамайды екенмін. Соны бүгін жасап көріп жатырмын. Формаларыңыз мықты болсын десеңіз, осылай армирование жасап көріңіздер. Жалпы герметиктен де 3 қабаттан да біраз пайдалануға болады. Примерно сол 500-600 штуктай шығаруға болады. Сол герметиктің өзімен. Міне полный армирование жасадық. Енді екінші слойымызда құятын болам. Екінші слойды да жақсылап басып отырып жағамыз. Мен жалпы бұл формаға 2,5 силикон кетті. Мен 3 қабат жасадым. Бірінші қабатты жағып алғаннан кейін армирование жасадым. Марлымен, сосын тағы 2 слой жақтым. Сонда общий менде 3 слой болды. Жалпы мына Акфикстің қара қызыл герметигі мықты. Аққа қарағанда мықтылау. Жалпы табылсаңыздар, осы қарасы жақсы, қызылы жақсы. Бұл иісі өткір, маскамен отырып жасаған жақсы бұны. Жылы жерде тұрса, кейде 4 сағатта кебет, кейде 5 сағатта кебет, кейде 1 күнде кебет. Сырты кеуіп тұрғанмен, мысалға аралары кеппей қалады. Соны жылы жерге қойсақ, тез кебетін болады. Жалпы ең ұзақ дегенде 1-1,5 күнде жақсы кебетін болады. Если срогы өтпеген, дұрыс герметик болса. Герметиктің де неше түрі болады. Жалпы универсальный жақсы. Санитарный деген ол жабысып қалатын болады жасап отқан затымызға. Екінші слойын жағып болдық. Жан-жағын тегістеп, үшінші слойымызды жағатын боламыз. Дәл осылай үшінші слойымызды жағып, 1 күнге қоямын. Келесі видеомда бұған сыртына пена құюды көрсететін болам. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер.